Бүгін Өскеменде қуатты аймақтар, қуатты Қазақстан атты өңіраралық форум өтті. Алматы, Қарағанды, Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарының басшылығымен жетекші кәсіпорын өкілдері қатысқан. Алғашқы форумға үкімет басшысы Серік Ахметов төрағалық етті. Басқосудың көздеген мақсаты аймақтар ықпалдастығын жаңа деңгейге көтеріп, облыстар арасындағы қарым-қатынасты мейлінше нығайту. Осылайша елбасының Қазақстан 2050 стратегиясында көрсетілген тапсырмаларын жүзеге асыра отырып, ел экономикасын дамыту. Еліміздің экономикалық әлеуметтік әлеуетін жоғарғы деңгейге көтеру үшін алдымен елдің тірегіне айналып отырған аймақтар мен ондағы түрлі салалардың дамуын мықтап қолға алу керек. Ол үшін әрбір облыс жеке дара өз мүддесін ғана көздеп отыра бермей, өзге өңірлермен тығыз байланыс орнатып, бір-бірінің қажеттіліктерін саралай білгендері жөн. Бүгін 4 облыстың басын қосып, үкімет басшысының төрағалығымен өткен форумның түпкі көздеген мақсаты да осы. Бүгінгі форум елбасы тапсырмасын әрі қарай іске асыру үшін өңіраралық байланыстарды жетілдіру мақсатында өткізіліп отыр. Өйткені қазіргідей кеден одағы жағдайында, сондай-ақ Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру қарсаңында аталған ынтымақтастық мәселелері ерекше маңыз алуда. Сондықтан бүгінгі басқосудың өзара тиімді сауда экономикалық қарым-қатынасын дамытуға игі әсерін тигізеді. Форумға мұрындық болып отырған Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Павлодар облыстары. Олар ел аумағының 39%-ын құрайтын, республика тұрғындарының 1/3 мекен етіп отырған, еліміздегі жалпы ішкі өнімнің 19%-ын қамтамасыз ететін аса қуатты платформа. Алайда бұл облыстар арасындағы жан-жақты қарым-қатынасты нығайтуға алғаш рет тек осы форумда ғана нақты қадамдар жасалды. Бұл жиын болашақта 4 облыстың экономикасының өрлеуіне үлкен септігін тигізетініне кәміл сенімдіміз. Елбасы өз тапсырмасында қадап көрсеткендей, біз ең алдымен аймақтардағы күнкөріс деңгейін жақсартып алуымыз қажет. Бүгінгі жиналып отырған 4 облыстың экономикалық ахуалы бір-біріне аса ұқсас. Сонымен қатар ортақ проблемалар да көп. Агроөнеркәсіпті дамыту еліміздегі азық-түлік қауіпсіздігін сақтауға бағытталған бірден-бір жол. Біздің аймақ аграрлық жағынан басымдық алатынын барлығыңыз да білесіздер. Ендеше дәл осы форум барысында бізді әсіресе осы салаға байланысты көтерілген мәселелер қатты қызықтырып отыр. 4 облыс әкімі түйткілді мәселелер мен ұсыныстарын ортаға салды. Денсаулық сақтау жүйесінен бастап, жұмыссыздықты жою, жасыл алқапты кеңейту, туризмді дамыту жолдары сияқты түрлі саланы қамтыды. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысының басшысы Астана қаласы мен Алтай өлкесіндегі Барнаулда осы 4 облыстың өнімдері қойылатын сауда үйі салынса және аймақтар арасындағы жолды жақындату үшін облыс орталықтары арасында қатынайтын субсидияланатын авиабағыттар ашылса деген ойын жеткізді. Бұны өзге әріптестер де қолдады. Шындығында форум облыстар байланысының жаңа мүмкіндіктерін ашып берді. Мәселен, Жезқазғанда жұмыстан босап қалған мамандар бар, ал Шығыс Қазақстан облысы дәл осындай жұмысшыларға тапшы. Енді вақталық әдіспен осы жұмысшыларды осы өлкеге шақыруға болады. Облыстардың бірінде жоқ нәрсе екіншісінде бар. Сондықтан бұл жерде кәсіпкерлер, кәсіпорын жетекшілері үлкен ақпарат алды. Біздің компания үшін форумның қажеттілігі зор болды. Неге десеңіз, біз жан-жағымызда не бар екендігінен хабардар болдық. Қазір еліміз қарқынды дамып келеді. Тіпті өзгерістерге ілесу қиын, сондықтан кейбір жаңа кәсіпорындардың барын білмейде жатамыз. Сол себепті бүгінгі жиынның берері көп. Үкімет басшысы осы жерде айтылған әрбір ұсыныстың жерде қалмайтынын жеткізді. Енді осыған сәйкес әрбір министрлік жұмыс жасайтын болады. Өйткені аймақаралық ынтымақтастық бүкіл ел дамуының қозғаушы күші болмақ. Халықаралық интеграция бізге қандай тиімділігін бере алады? Осыны байқау үшін біз ең алдымен өз ішімізде не барын жете түсініп алуымыз қажет. Бұл жерде облыс әкімдеріне артылатын жүк салмағы арта түседі. Өз аймақтарыңызды дамытудың амал тәсілдерін өзгертулеріңіз қажет. Әкімдер өз облыстарын экономиканың қай саласында өзгелермен бәсекелес бола алатындығын, инвесторларға не ұсына алатындығын ойлану қажет. Форум аймақтар ынтымақтастығын жаңа белеске көтерген алғашқы ауқымды бастама болды. Нәтижесінде 4 облыстың басшылары мен кәсіпкерлер арасында құны 20 миллиард теңгені қамтитын 40-тан астам меморандум мен келісімшарттарға қол қойылды. Осыдан соң форумға қатысушылар Өскемендегі ірі кәсіпорындар мен салынып жатқан бірнеше спорттық нысандарды аралап шықты. Енді осындай форум алдағы уақытта өзге облыстардың қатысуымен де ұйымдастырылатын болады. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, 24 KZ.